Сәлем достар, сіздермен жан-жақтар арнасы. Біз бүгін сіздермен жаңғақтың қаншалықты пайдалы екендігі жайында айтатын боламыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментария жазып қолдап кетеміз. Сіздердің қолдауларыңыз ол біздің шабытымыз. Ал кеттік. Жаңғақтың адам денсаулығы үшін пайдасы ұшан теңіз. Ол калий, магний, фосфорға өте бай. Құрамында жоғары мөлшерде протеин және омега-3 элементі бар. Жаңғақ калория, протеин, талшық, витамин және минералдарға өте бай. Назарларыңызға жаңғақтың пайдасы ұсынылады, яғни зейін бытыраңқылығын кетереді, яғни шаршағанды басады. Сүйек және тістерді қуаттандырады, денеге қуат береді, туберкулезден қорғайды, тамыр қатаюының алдын алады, қан айналымын жақсартады, іш өтуін тоқтатып, теріні тазалайды, сүйелдерді кетіреді, асқазандағы желді кетіреді, тұмауға жақсы әсер етеді, жөтелді тоқтатады, шаршағандықты және әлсіздікті кетіреді, ісік қалыптасуына бөгет болады, қан қоюлауының алдын алады, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді, өкпеге, асқазанға және миға қуат береді, ойлау қабілетін дамытады, жүректі қуаттандырады, қанды тазалайды, холестериннің азаюын қамтамасыз етеді, қалыпсыз антиденелерге бөгет болады, жүйке жүйесін қуаттандырады, бауырдың функцияларын реттейді, қант диабеті науқастары үшін өте маңызды болған инсулинді арттырады. Балмен араластырылып желінген кезде суық деген асқазанға жақсы әсер етеді. Жаңғақтың жапырақтарынан алынған юглон элементі фармакологияда қан тазалаушы және қуат беруші ретінде қолданылады. Жаңғақтың жапырақтары және қабықтары қайнатылып, балмен араластырылып ішілсе, қан аздығына жақсы әсер етеді. Қорытылуы қиын болғандықтан бауыры ауыратындарға жаңғақ жемеген абзал. Бүгінге айтарымыз осы. Қош сау болыңыздар.